Сәлем, жандос. Сыныпта алған тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ дауыссыз дыбыстарға, дауыссыз дыбыстардың ерекшеліктеріне арналады. Мұқият тыңда. Сабақтан соң екеуміз бірге дайындаламыз. Сабақтан соң мен футбол ойнайым. Балаларға уәде бердім. Бүгін мен қақпада тұруым керек. Ой, сенің сылтауың бітпейді екен. Күнде сенімен бірге дайындалып жүрмін ғой. Бір рет ойнасам болмай ма? Жарайды онда. Бүгін өзім дайындалам. Ал түсінбесең, телефон соғарсың. Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар тек салдыр немесе салдыр мен үн қатысы арқылы жасалатын, буын құрай алмайтын дыбыстар. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда көмейде кедергіге ұшырамаған фонациялық ауа ауыз қуысына күшті қарқынмен келеді. Ауыз тар ашылғандықтан, көмей арқылы келген қарқынды ауа әртүрлі артикуляциялық мүшелермен соқтығысады. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз бар. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Х, Ф, Х, Ц, Ч, Ш. Бұлардың ішінде Х дауыссызы кейбір шығыс сөздерінде В, Ф, Х, Ц, Ч дауыссыздары негізінен орыс тілі арқылы кірген халықаралық сөздерде, қалған 19 дауыссыз қазақтың байырғы сөздерінде қолданылады. Дауыссыз дыбыстар дауыс қатынасына қарай үшке бөлінеді. Дауыссыздарды үш үлкен топқа бөледі. Қатаң: К, Қ, П, С, Т, Х, Х, Ш. Ұяң: Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді: мұрын жолды: М, Л, Н, Ң. Ауыз жолды: Л, Р, И, У. Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Қатаң дауыссыздар. Тек салдырдан жасалған дауыссыз дыбыстарды қатаң дауыссыздар деп атаймыз. Қатаң дауыссыздарға мыналар жатады: К, Қ, П, С, Т, Ш. Ұяң дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысы арқылы жасалған дауыссыз дыбыстарды ұяң дауыссыздар деп атаймыз. Ұяң дауыссыздарда үннен гөрі салдыры басым болады. Ұяң дауыссыздарға мына дыбыстар жатады: Б, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыздар. Үн мен салдырдың қатысынан жасалып, бірақ салдырдан гөрі үн басым болатын дыбыстарды үнді дыбыстар деп атаймыз. Үнді дауыссыздар жұмсақ таңдайдың қалпына қарай екіге бөлінеді. Ауыз жолды: И, Л, Р, У. Мұрын жолды: М, Н, Ң.